Карл Ален қызмет орындап отыр. Мен сарбаз емеспін. Көңіліңді көтеру үшін үйімде отырыс өткізем. Біз Спартадан шыққанбыз. Жоқ, рахмет. Жоқ. Ылғи сылтау іздейсің. Жоқ деген соң жоқ. Соңғы рет қашан тойладың? Карл, сәлем. Банкте әлі жұмыс істеп жүрсің бе? Иә, аты жөнім көрсетілген қағазбен мұнда отырмас едім. Құпиямды білесің бе? Иә деуге әдеттен. Жоқ, рахмет. Иә. Жоқ. Кеудеңде жаның жоқ, Карл. Өмірге жоқ дейсің. Осы ғимараттан шыққаннан кейін қандай да бір мүмкіндік туындаған сайын сен тек иә деген сөз тек жақсылыққа апарады. Мен Фаранушпын. Менің жігітім боласың ба? Солай шығар. Корей тілін үйренгім келеді. Мен қалай атады? Тұра тұр, бәріне иә деуім керек пе? Иә. Жеткізіп салайын ба? Мынау мен бе? Аздап ақша бере аласың ба? Төбелесеміз бе, жоқ па? Люсиге отырыс жасап берсең қалай? Иә, әрине. Неге болмасын, зор ықыласпен. Мәселе шешілді. Иә. Мұныңа мен де ризамын. Рахмет, Фарануш. Ред Булл ішкем. Ішіп көрдің бе? Мен бұрын ішпепем, кеше іштім. Маған ұнады. Иә, аздап еліріп тұрсың. Құдайым. Ред Булл. Бала кезіңде мұны білесің де, уақыт өте ұмытасың. Рұқсат па? Әрине рұқсат. Ол мұны өтінбеген болар. Сағыз шайнап түрмедім. Күш қуатымды арттырғым келе ме? Әрине. Иә. Онсыз болушы ма еді?